Ассалаумағалейкум құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін боқа бордақылау 6-шы күн, 16-шы тамыз. Мінекей суларын беріп жатырмыз. Ақырындап. Мінекей 4 бұқа, қара бұқа. Енді суда көп ішпейді екен бұл да бір. Мінекей. Міне суларын да ішіп алды. Мына жақтан битіп. Мына жақ кіріп қалсаң болды. Bir не ғой? Ауа жоқ. В общем, ауа жоқ болған үшін басын айналады ғой, естенші, сұмдық. Дем аламай, естері деген ойбу, сұмдық болып кетеді екен. Киім ауыстырып. Ал мына екінші жекте тюк. Мына тюктің осы бір былайынан бір жартысы кетеді ғой бұларға. В общем, бір тюкті бір күн жейді ғой төртеуі. Таңертең жартысын, кешке жартысын. Осылай кетеді. Сакманки чөптері салдық. Енді бір 20 минуттай күтеміз чөбін жеп алғаннан кейін. Чөбін жеп алғаннан кейін бірақ салармыз жемдерін. Аппетиттері жақсы енді. Дым қалмайды ақырында. Не шөп, не жем қалмайды. Енді мыналардың боқтарында қалдыруға болмайды, өздеріңіз білесіздер. Осының бәрін тазалау керек енді айбағы ғой. Сонда қойып үшін. Күйлері жақсы. Бұлардың асты таза болу керек, главный. Күн сайын боқтарын алып отсаң дұрыс болады. Дем аламай қалдым ғой, құрметті достар. Мына естен. Бейнеттің зейнетін көресің дейді ғой. Сол себепті әтеуір шыдайсың. Міне шөпті анығы ғой, сен ауадан таңсығанша. Алдында трактормен бір 13 штук тюк алып қойдық. Енді 13 штук тюгін сол 10 күнге жетеді ғой, сол мөлшеріне. Міне құрметті достар, мынау мен біреу полный жем, міне бидай. Енді мына жерде андай бір бәле бар екен. Бен тобак дегенше сіңімділігін арттыруға үшін витамин екен мына. Зат алмасудың бұзылуынан туындаған ауруларын және атқазан ішек ауруларын алдын алу үшін қолданылады дейді. Қазақстанда өндірілген екен бентобак деген нәрсе. Бентобак деген нәрсе екен оны. Бас көрсетемін. Осындай біреу қосамыз. Дейміз дағы. Мынаумен араластырамыз. Бидайға араластырып. Араластырамыз дағы. Осыны мына жерден арпа. Арпасы да бітті міне. Арпадан біреу. Өшім ана арпаны толтырып береміз ғой. Бір сөзбен айтқанда. Арпалары да бітіп барады. Екеу. Үшеу. Осылайнан толтырып әрі қайсына береміз осылайнан. Осылайнан
жеп алады, көрдіңіздер ма? Бентобак арпа бидай араласқан қатты жейді өздері. Міне бұқаларға жемдерінде бердік мінекей. Осымен таң атқанша осыларды жеп тұрады енді. Жаңа бір мөшек бидай арпа алып келдім. Онымен жарты болды. Енді бұны 4 бұқа бір мөшекті 3 күн жейді екен. Соған есептедік. 3 күн жейді екен. 4 бұқа бір мөшекті вообще. Осылай құрметті достар. Каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Енді комментария жазып, енді тағы да минус жерлеріміз болса, дұрыс нетпей жатса комментарияға жаза кетесіздер, құрметті достар.